Биыл шілдеде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі, лотерея қызметі, денсаулық сақтау, мемлекеттік еңбек инспекциясы, мемлекеттік бақылау және артық заңнамалық регламенттеуді болғызбау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойған еді. Бұл құжаттың дәл қазіргі таңда өзектілігі зор болып тұрғанын жасыра алмаймыз. Өйткені құмар ойынға құлқынын алдырғандардың қатары жиілеп барады. Тіпті лудомания 4-ші жұтқа айналды десек қателеспейміз. Бұдан былай мемлекеттік қызметшілер, әскери қызметшілер, арнайы және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, бюджеттік ұйымдардың басшылары құмар ойындарға бәс тігуге қатыса алмайды. Бұл заң қол қойылған сәттен бастап 60 күннен кейін заңды күшіне енеді. Ал оған дейін профилактикалық жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда, осындай жағдайдың алдын алу мақсатында Үшарал гарнизоны әскери полиция бөлімінің анықтау және іздестіру бөлімшесінің аға анықтаушысы майор Нұржан Келісұлы құмар ойынға бәс тіккен Үшарал гарнизоны әскери бөлімдері мен мекемелерінің барлық әскери қызметшілерін анықтап, Үшарал гарнизондық жиналыста оларға әскери бөлімдері мен мекемелерінің басшыларымен бірлесіп, егов мобилдік функционал арқылы құмар ойынға шектеу қойды. Бұл дегеніміз, болашақта құмар ойын ойнауға тіркелген немесе ойнаған әскери қызметшілер енді ешқандай букмекерлік кеңсеге тіркеле алмайды. Оған егов арқылы шектеу, яғни тыйым салынады. Бұл болашақта ойын құмар азаматтардың азаюына, әскер қатарында қызметте жүргендердің лудоманияға шалдықпауы үшін жасалған профилактикалық жұмыс деп танығанымыз абзал. Профилактикалық жұмыстар жүргізу барысында құмар ойынға бәс тіккен Үшарал гарнизоны әскери бөлімдері мекемелерінің барлық әскери қызметшілерін анықтап, оларға егов мобилдік функциялары арқылы құмар ойындарға қатысуына шектеу қойып, профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Осы атқарып жатқан шаралардың негізгі мақсаты әскери ортада құмар ойын ойнаудың алдын алу және жол бермеу. Қазірдің өзінде әскери полиция букмекерлік кеңселерден бәс тіккендердің тізімін алып, оларға тыйым салуды бастап кеткен. Ал шектеуге қарамай бұл ісін жалғастырған қызметкерлерге кейіннен заң жүзінде әрекет жасалады.